Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қолжетімді заттармен жасалатын жұмыртқасыз, миксерсіз, тіпті қамырда илеп әуре болмайтын өте тәтті әрі оңай пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Егер YouTube каналыма жазылмаған болсаңыз, төмендегі подписаться батырмасын басып, каналыма жазылып қойыңыз. Ал ендеше пирогтың жасалу жолымен бөлісейін. Бізге алдымен пирогтарымызды жасау үшін сары май, қамыр қопсытқыш, қант, ұн, сүт және манная крупа алма керек. Және осындай үгіткіш керек бізде, себебі біз қазір алмамыздың қабығын аршып, осындай үлкен тісімен үгіткішіміздің өткізіп аламыз. Егер сіздерде кухонный комбайн және де басқа да жаңағы өткізетін құрылғылар болатын болса, ертерек жаңағы уақыттарыңызды үнемдеу үшін ондай құрылғыларды қолдансаңыздар болады. Осылай алмамызды аршып аламыз. Бізде алма кішкене қараяды. Оған жаңағы аса мән бермейміз, себебі біз бұл алмаларымызды пирогтың ішіне қосатын боламыз. Енді кеңірек ыдысымызға қантымызды, ұнымызды және манная крупамызды қосамыз. Оның үстінен қамыр қопсытқышымызды саламыз. Венчиктің болмаса қасықтың көмегімен барлығын жақсылап араластырып аламыз. Және қалауларыңызша қалаған формаға салсаңыздар болады. Менде шет ашылатын формаға осындай пергамент қағазын сары майға жағып, осылай барлығын салып қойдым. Енді сүтімізді үстіне сары майымызды қосамыз сүтімізге және ысытып аламыз. Сүтіміз ысығанша бірінші жаңағы дайындап қойған, яғни коржымызға дайындап қойған салмамызды бірінші салып шығамыз. Оның үстінен алмамызды саламыз. Қалауларыңызша қалыңырақ қылып салсаңыздар болады алманы. Мен жұқалау етіп бір слой салып шықтым. Оның үстіне жаңағы салмамды салып шығам. Қалауларыңызша сіздер көбірек салып, өздеріңіз жаңағы фантазияларыңызбен салып жасасаңыздар да болады. Мен жұқа осылай слойдан, яғни алмадан 4 слой, манная крупадан 4 слой жасайтын болам. Сіздер қалауларыңызша 3 слой жасасаңыздар да болады, болмаса менікінде 4 слой етіп жасасаңыздар да болады. Менде көріп тұрсаңыздар 4 слой болды. Енді осының алманың үстінен соңғы жаңағы салмамызды салып, соңғы слойымды жабамын. Және сүтімізді ысытқаннан кейін сары майымызды салып, осылай қасықпен құйып шығамыз. Және стаканмен де жаңағы барлығына тиетіндей етіп сүтімізді құямыз. Шаншқымен әр жерінен тесеміз, себебі бізде сүт барлық жерге жаңағы кіруі керек. Осы кезде пешімізді қыздырып, 180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Осылай қызарғанға дейін пісіреміз. Мұнда менде пирогым пісті. Толықтай суығаннан кейін барып кесетін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай пергамент қағазы төсеген болатынмын. Осылай пергамент қағазын төсеп, тәрелкеме салдым. Үстінен сәндік үшін қант ұнтағын септім және құлпынаймен әсемдедім. Иісі деген енді пирогтың өте керемет, себебі алма қосылған, өте нәзік, сондай өте тәтті келетін пирог екен. Егер сіздерге рецептім ұнаған болса, лайк басып, пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған дәмді мекен.